Қайырлы таң, қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде таң нұры сазды ақпаратты бағдарламасы әуелеткен әсемәнен соң біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан екінші қадірлі қонағымыз бар, ендеше таныс болыңыздар. Ақын сазгер Айзада Бекенқызы бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, тамаша. Енді Айзада Бекенқызы, өнердегі алғашқы қадамдарыңыздан бастасақ, өлеңге, әнге деген қызығушылық қай кезден бастап алды? Шығармашылықта жүргеніңізге қанша уақыт болды? 2 жылдан асып қалды. Мен өнерге келген уақытым ол мектеп қабырғасында болған. Бізде әдебиет сабағында сондай бір тапсырмалар беріп отырған. Сол тапсырмаларда өлең жазу болды. Сол кезде мен алғашқы өлеңдерім сол кезде шыға бастады. Ол өнерді мен алдында түсінбедім, бірақ жақсы шығып, мектептің қабырғаларында атым шығып, жазылып тұрды өлеңдерім. Тамаша. Енді кейбіреулер айына бір туындыны жарыққа шығару керек деп жатады, ал басқа біреулерде басқа меже. Сізде қандай? Менде әр қалай тапсырыс береді, осы өлеңге ән қосып берші деген ақындарымыздың, көптеген ақындарымыздың өлеңдерін беріп жатады. Сол кезде енді кейде күндіз, кейде түнде, әртүрлі уақыттарда келіп жатады. Көбіне қандай бағыттағы әндер жаныңызға жақын? Көбінесе бізде ақындар махаббат жайлы жазады. Махаббатты жырламаған Ақын жоқ шығар. Иә, шынында да. Сол көбінесе жазылады, сол махаббат жайлы менде. Бірақ патриоттық әндерім де көп. Енді әнді шығарған соң ең бірінші кімге көрсетесіз? Сіздің ең басты тыңдарманыңыз кім? Менің ең басты тыңдармандарым ол өлең берген ақындарым. Соларменен мен бөлісіп отырамын. Көбінесе оларға ұнап, әртүрлі нелерменен әндер қосам. Сол жайлы мен олармен сұхбаттасып отырам. Қай ән бұл неңізге, өлеңдеріңізге сәйкес кеп тұр деп. Бірінші сол өздеріменен. Айзада Бекенқызының Асыл арман атты ән жинағыңыз жарық көрген екен. Осыған тоқталып өтсеңіз. Бұл ән жинақты мен 2 жыл бұрын өзім армандадым. Әкемнің атын шығарсам деген. Менің өнерім әкемнің өнерін жалғастырып келе жатырмын ғой. Сол себептен бұл қаннан келген қасиет десеңізші? Арманым, осы арман биыл орындалды. Көптеген ақындар көмектесіп, осы кітабымның жарыққа шығуына үлестерін қосты. Әрине, енді Айзада Бекенқызы осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен. Арнамызға қосып көрсек. Саламатсыз ба, тікелей эфирдесіз, қояр сауалыңыз? Сіз тікелей байланыстасыз. Қояр сауалыңыз. Тағы да техникалық ақауларға байланысты біздің байланысымыз қосылмады, кешірім сұраймыз. Енді осы кітапқа қанша ән жинақ енген? Соған тоқталып кетсеңіз. Бұл кітапқа мен алғашқы ән кітабым болғаннан кейін аздау әндерімді кіргіздім. Алғашқы шыққан әндерді 50 ән жинағым осы кітапқа енді. Біздің студиямызға бірнеше журналдар келген екен. Толыққанды айта кетсеңіз осылар. Бұл журнал ақын жазушылар қоғамдық фонд тарапынан. Біз қырғыз ақындарыменен көбінесе қарым-қатынаста боламыз. Сол кісілер менен бірге осы Пегас журналы шықты. Бұл журналдың редакторы Мамытова Құнбүзбі апамыз болады. Менің бұл жерге 20 шақты әнім енді. Тамаша. Ал мұна кітапты таныстырып өтсеңіз. Бұл кітап біздің өлең өткелдері, өлең сөздің патшасы, республикалық бірігіп жасалған кітап. Біздің басшымыз Омархан Алтынбек ұлы, сол кісінің
менен бірігіп бастамасымен шыққан туынды ғой. Бұнда сіздің әндеріңіз енген ба, өлеңдеріңіз? Әндерім енген. Мен көбінесе өлең емес, әндерімді енгізіп отырам. Тамаша, енді Нұркен, осы орайда біз әңгімемізге өтірі қоя тұрып, өзіңізден бір өлең шумақтарын тыңдасақ. Өлең оқып берсеңіз, өзіңіздің туындыңызды оқисыз бәлкім. Ән айтып берем деп жатсыз ғой. Иә, ән. Енді Тұран бірлігіне тоқталып өтейікші, Тұран бірлігі. Бұл Тұран бірлігі біздің түркі әлем жазушылар одағының шыққан бірінші кітабы, журналы. Бұл Баян Тіленшина біздің президентіміз, біздің басшымыз. Бұл журналдың редакторы Дәмегүл Үмбетқызы. Сол кісінің арқасында осы журналымыз жарық көріп отыр. Бұл жерге менің бір әнім еніп шықты. Ол Түркістан қаласында сахнада айтылды. Тамаша. Енді Айзада Бекенқызы, жалпы өзіңіз білесіз, біз қазақ халқы алмағайып заманның талайын бастан өткеріп, тілімізді, дінімізді, салт дәстүрімізді жоғалтпаған елміз. Мысалы, кезіндегі, мысалы, Шәмші Қалдаяқов, тағда айта берсек сазгерлерде көп қой, Ержан Серікбаев, мысалы, сол кісілердің әндері бүгінгі уақытта, қазірде тыңдасаңда бір ынтызарың ауып, тыңдай бергің келеді. Мысалы, осындай әндердің жоғалмауының себебі неде деп ойлайсыз? Өйткені ол көбінесе айтылып отырады. Қазір ол кісілердің әндері көбінесе жастар өздері ұнатып, көп сахналарда айтылып жатыр ғой. Ал сіздің әніңізді кімдер орындап жатыр қазіргі таңда? Мен әндерімді қазіргі таңда Амангелді Сатиев, Ләззат қыз деген әнімді алып, сол кісі орындап жатыр. Одан кейін әнші сазгер Марат Оразов, Жан жарыма деген әнімді де астаналықтар орындап жүр әзірде. Жақсы, мен осы орайда бір сұрақ қойғым келіп отыр. Мына кітаптан сіздің өмірбаяныңызды оқып отырып, сізді күміс алқа иегері, 6 баланың анасы деп жазған екен. Жалпы шығармашылықпен отбасын бірге қатар алып жүру әйел адамға қаншалықты қиын немесе оңай? Мен алдыменен балдарым өскенше бұл салаға енген жоқпын. Сіз толық бала тәрбиесімен айналыстыңыз ғой? Енді балдарым өсіп, ер жетті, 2 қызымды ұзаттым, 6 жиенім бар. Қазір сіз әжесіз ғой? 6 жиенім бар. Балдарым өсті, үлкен ұлым жақында әскери борышын өтеп қайтты. Тамаша. Қалай айтсам? Аналық міндетті толық орындап, одан соң өзіңіздің жеке тұлға ретінде шығармашылыққа көштіңіз. Тамаша. Айзада Бекенқызы, шығармашылығыңызға тек қана шабыт тілейміз, жазар дүниелеріңіз, айтылар әндеріңіз әр кезде көп болсын дейміз. Осындай кітаптарыңыз жарыққа шығара берсін. Сізді тыңдайтын, сізді іздейтін патша көңілді көрермендеріңіз әр кезде көп болсын. Өзіңізден қазір таңғы тілек сұрап, одан кейін бізге әкелген сарықтыңызды, әніңізді орындап, сонымен сұхбатымызды аяқтасақ. Қазір таңғы тілек. Бізді тамашалап отырған көрермендерге. Барша осы тамашалап отырған көрермендерге тек қана шаңырақтары биік болсын, алар асаулар көп болсын, көптеген аналар үйде отырып, қазір қандай, мысалы, мен де үйде отырдым ғой. Үйде отырып, бұндай дәрежеге жетем деп ойлаған жоқпын. Бұл дәрежеге жетуім менің осы өмірде жүрген ағаларым, әпкелерім көмекші болды. Оның ішінде мен өзім құрметпенен атап өткім келеді. Бөрібай Оразымбет, ақын, қазір білесіздер, оны көп адам таниды. Одан кейін осы Омархан Алтынбек ұлы көп жәрдемдері тиіп отыр. Марғұба Марат қызы, қазір маған көбінесе көмегі сол кісінің тиіп отыр. Олардың барлығына шығармашылық табыс тілеймін. Әсіресе сіздерге көп-көп рахмет, өйстіп ортаға шақырып отқандарыңызға.
мына теледидарларыңыз әрдайым ең жоғары биік дәрежеде өте берсін деймін. Қонақтарыңыз көп болсын. Әрдайым жақсы жаңалықтарыңыз да көп болсын деймін. Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Сізге де толағай табыстар, шығармашылық шыңдар тілейміз. Ендеше кезекті әнге берсек. Қандай ән орындаймыз? Мені ізде деген әнім жақында шықты. Марғұба Маратқызынікі өзіме, жүрегіме қатты әсер берді. Қатты ұнады. Ендеше сол әнге кезек берейік. Әрине, кеңіз ортаға шығыңыз, үнтаяқты алыңыз, тамаша әнді, мені ізде деген әдемі ән, қымбатты аты қандай әдемі? Айзада Бекен қызының орындауында қазір өздеріңіз тыңдайтын боласыздар. Мені іздеп жүріңіздер. Әрине, бәрімізді іздесін. Айзаданы, ханымды іздесін дейміз. Ал, тамаша ән. Sen